Ассалаумағалейкум оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Кезек сатылымдағы жүйремізде келіп тұрмыз. Осы видеоны соңына дейін көріңіздер, сіздерге қазір толықтай таныстырып шығатын боламын. Бұл үйіміз қаламыздағы Науыз районы, Мұқан Тұрғанбаев 69 адресі бойынша осындай керемет жүйреміз сатылымға шыққалы отыр. Тұрған жерінен сіздерге бір көрсетіп жіберейін. Мұқан Тұрғанбаев көшесі, міне көшеміз толықтай асфальттанған. Үйіміздің сыртқы көрінісі міне осындай үлкен навесі бар. Енді жүріңіздер, сіздерді ауласымен таныстырайын. Бұл үйдің салынған жылы 2011 жылғы, қамбесектен соғылған, сырты осындай қызыл қышпен қапталған. Ауламыздың көрінісі міне осындай тап-таза, бір шаң жоқ. Стяжкеленген, үлкен осындай навесіміз қойылған, терезелерімізге решетка. Үйіміздің жалпы еңсесі биік, келіп өздеріңіз көрсеңіздер де болады. Жер телімі 10 соттық, тура 25-те 40. Бұл үйімізді алдағы уақытта наличка немесе ипотекамен қарастырсаңыздар болады. Банкке өтеді жалпы. Мына тұсымызда үйдің гаражы орналасқан. Және де арғы тұсында бір бөлмелі времянкамыз бар. Жаздық тапчанымен, жаздық жалпы асханасымен. Мынау енді бау-бақшамыз. Енді бұл қазір күз болғаннан кейін жапырақтар қурап тұр. Жаздың уақытысында бұл жер керемет, үйдің егесі айту бойынша. Неше түрлі жеміс ағаштары барлығы керемет өседі. Мына тұсымызда үйіміздің тапчаны орналасқан. WhatsApp-тан маған жазсаңыздар, сіздерге мектеп положениесін жіберемін. Өздеріңіз келіп асықпай көрсеңіздер болады. Бағасы 34 миллион теңге, саудасы бар. Енді жүріңіздер, сіздерге үйдің ішін таныстырып өтейін. Ал енді оқырмандар, сіздерді үйдің ішімен бір таныстырып шығатын боламын. Міне бұл кіреберіс аймағымыз. Кіргеннен кейін турамыз осындай прихожный шкафымыз күтіп алады бізді. Осы есікпен кіреміз. Енді жүріңіздер, негізгі бөлмелерге қарай өтейік. Үйіміздің ішкі ауданы 178 шаршы метрді құрайды. Сол жағымыз осындай үлкен встроенный шкафымыз қойылған. Кіргеннен кейін оң жағымызда үйіміздің санитарлық торабы, жуыну бөлмесі мен әжетханасы орналасқан. Іші толықтай кафельденген, алюстоны бар. Осындай үлкен коридор, холл десек те болады. Осы жерден барлық бөлмелері тараған. Үйіміздің аурасы жалпы жақсы, тап-таза, сатып алып бірден көшіп келіп отыра қалатын үйіміз. Міне бұл үйіміздің ас бөлмесі. Осы ас бөлменің мына тұсында үйіміздің кладовкасы. Жалпы жаңағы кладовкасы орналасқан, артық заттарды қоюға арналған. Мына есікпен сыртқа қарай өтуге болады. Мына тұсымызда үйдің қонақ бөлмесі. Келген қонақтарыңызды емін-еркін қарсы алсаңыздар болады. Кондиционеріміз бар. Терезелерімізге решетка қапталған. Осындай әдемі күн түсіп тұратын бөлмеміз. Үйдің иелері басқа қалаға көшу мақсатымен сатып жатыр. Жиһаздардың жалпы келісім бойынша алсаңыздар болады. Оны үйге келіп, үйдің егесімен сөйлессеңіздер болады. Міне бұл үйіміздің бірінші жатын бөлмесі. Онда үйдің екінші жатын бөлмесі бар. Теледидар қарайтын орнымыз. Мына тұста үйдің үшінші жатын бөлмесі, үлкен жатын бөлме. Мына терезесі аула бетке қарайды біздің. Ал енді оқырмандар, осы үйіміз сатылымда толық ақпарат білу үшін астында көрсетілген телефон нөміріне хабарласып бере аласыздар. Рахмет, сәтті саудасы болсын.